Алдыңғы роликтерде философиялық дәуірде басты ізгілік парасаттылыққа айналғанын көрдік. Бірақ бұл өзгеріс тек адамға емес, бүкіл әлемге деген көзқарасты да өзгертті. Егер бұрын әлем көптеген рухтар мен көзге көрінбейтін күштер мекендейтін кеңістік ретінде қабылданса, енді ақылмен құрылған заңдылықтарға бағынатын тұтас ғарыш ретінде түсіндіріле бастады. Құдай ең жоғарғы ақыл деп танылғандықтан, әлемді танудың басты құралы да ақылға айналды. Мифологиялық дәуірде адам табиғат күштерімен тіл табысуға, оларды тыныштандыруға, немесе олардың ықыласына ие болуға ұмтылды. Ал философиялық дәуірде әлемді басқарудың жолы басқаша түсіндірілді. Енді әлемді тану үшін сиқыр емес, білім, логика және зерттеу қажет деп есептелді. Келесі роликте мәсіхшілік өмірінде осы өзгерістерді қарастырамыз.